Вроде бы барлығын дайындап қойдым. Өзіміздің адамдарымыз келе жатыр ғой, өйтіп тырыспа қойсай. Ей, ұйқыбастар, тұрыңдар, келдік біз уже. Ойбай, үйме ұйықта қалыппын ғой. Рахмет, папа. Папа деген бір түрлі екен. Осы үйма, міне Сара отыр екен ғой. Привет, қалайсыңдар? О, привет. Аха, не ғой, Нубек қайда? Міне отыр екен ғой мынау. Көтіп оқ амандасу жоқ дейсің ғой, Күндерің қалай өтіп жатыр, осы тек жылаған жоқ па? Кім ол? Мен ғой, Жан. О, прикол өтпейтін көтіп оқ. Привет, Лили, ал сен кет қора. Да, нүгіл бану. Так, балдар, ой, жігіттер. Қолдарыңды жуып, дастархан отырыңдар, тамақ ішеміз. Ой, ну наконец-то, умывальник қайда? Ой, ё-моё, артында тұр екен, айтпайсыңдар ма, умывальник іздеймін дегенше үйлерінде қарап келген. Көке, не қылса шықсай? Жап аузыңды, мен сенімен сөйлеспеймін, амандаспайтын көтіп оқ. Уф, ал бисмилля деп тамағымызды ішейік. Айтпақшы, неге көшіп кеттіңдер, бірге тұрсақ та болатын еді ғой. Ойлансай шамалы, бір үйде тұратын болсақ дауыс рейстреді ғой. Нубик, не деп жатсың, ұялмайсың ба? Ей, мен... Тоқтай тұрыңдар, сендерді ескертіп кетейін, менің телеграм каналым бар, сояққа да тіркеліп қойыңдар, сілтемесі осы видеоның описаниясында. Жаттығу туралы айтып отырмын. Сараның үйі бар еді, осы жаққа көше салмадыңдар ма, квартираға емес? Осылайынан төртеуі кешкі астарың ішіп болды. Тамағым жақсы шыққан екен, енді ыдыстарды жуу керек. Сара, саған мүмкін көмектесермін? Но, егер де қиын болмаса, давай. Жоқ деп айтама дей бердім, блин, десене ойнап айтам қалжың ғой. Ой, бұл Лили, осы титтен жоқ тұрғансың ба, приколың өтпейді ғой. Досым, осылайынан 31-ші серияға келіп үйленіп кеттік па? Негізі екеуміз қуып жүрген адамбыз ғой. Айтпа, кім білсең біздің үйленетінімізді. Былай ойлап қоямды, әрі қарай не болады екен біз екеумізге? Әрі қарай бізде Энатория не болады? Кстати, Сара, ей, ботам! Ау, не болып қалды? Мына екеуін түнде үйлеріне жіберген қате шығар, қона салсың? Өздері қарсы болмаса, мен де қарсы емеспін. Естідің ғой, родной, так что бүгін қонасың, айттым бітті. Ендеше, Усатик пен Лили, жүріңдер бөлмелеріңді көрсетейін. Жүр кеттік, Жан. Айтпақшы, ренжімеңдер, мына бөлмені жинамадым мен. Нормально, ең бастысы кровать бар ғой. Жақсы, қайырлы түн, Сара, ұйықтайық біз. Окей, қайырлы түн. Жан, ұйықтатқан жоқсың ба? Ұйықтай не батын, не болды? Дем алып шаршап кеттім мен. Енді бір жатып алып дем алып алсам я? Ботам, балапаным менің, мүмкін. Осы уақыттан бастап арада 8 ай өтті. Лили, магазиннен саған бірден алып келейін ба? Мүмкін мороженое жеген келіп тұрған шығар, мороженое алып келейін ба? Жо, Жан, ештеме керек емес, тойып тұрмын. Отыра бер, Жанка, өзім ашам есікті. Кім ол? Қалайсың, Усатик балам? Нубик қаяқта? Сәлем бердік. Сізді тойда көрмедім ғой, қаяқта болдыңыз? Нубик квартираға көшіп кетті, бұл жақта тұрмайды енді. Ойбай, қайдағы той, сосын қайдағы квартира? Кім ол, Жан? Ей, Усатик артына қара, неқта біреу құлап қалды. Ойбай, Лили, не болып қалды саған? Мен не істеймін? Не істеу керек? Көтеріп ал, больницаға барсайшы енді. Қазір. Ойбай, не дауыс шықты, бірдеме құлағандай бұл. Ей, Сара! Не болды Лилиге? Бүгін ауыр отқан жоқ еді ғой? Анау, кім анау? Нубик па? Ей, Нубик! Брат, сосын келем газыме асық бара атырмын. Срочно, докторлар, қайдасыңдар? Әйтеуір уайымдаудың қажеті жоқ екен. Мен да шошып кеттім, ема внезапно құлап қалды ғой. Хи-хи-хи, родной, өз көзіме сене алмай отырым, екеуміз папа болдық. Саламатсыздар ма, сіздердің әйелдеріңіз қазір демалып жатыр. Уақытша бізде жата тұрады, ал сендер кете берсеңдер болады. Жақсы, доктор, айтасыз ғой, біз Нубиктің квартирасындамыз деп. Келетін уақыттары қашан? 2 күн өтті ғой, сағынып кетті мен уже. Папасы, біз келдік. Жан, баланы қолына көтеріп көрсей. Өте, әкеш менің ботақанымды. Жаным сол. Әкел, ұстап көрейін. Қалай? Қолына жайметеп көтеріп ал. Өз баламды ұстап тұрмын. Мен құлатып алатын сияқтымын, Лили. Дірілдеме қазір, құлатып алсын шынымен де. Алшы мынаны, құлатып аламын мен қазір. Ой, қорқақ. Жаным сол, күтті қандай ғой сондай. Екеуі де ұйықтап қалды, сондықтан да жай сөйлеңдер. Осы уақытқа шейін 2 жыл өтті.
Оба! Yo, родной, анылдай бермеш. Ұйқым келіп баратыр бар ғой. Болды, родной, бір минут демалып ал, толды. Оп! Болды ма? Болды ма? Демалайыншы. Ама үй құрастыру оңай деп кім айтты? Бірақ та амал жоқ, отбасымыз үшін жұмыс жасау керек. Айтпа, родной, ұйқым жаман келіп жатыр. Хоппа! Давай, кеттік. Күте тұр, мына опа! Привет, папасы. Ал біз сендерді көріп кетуге келдік. Кевинді сені көргісі келді, бірақ та ұйықтап қалды. Көрем деп ұйықтап қалды ма? Мына қыз дейтін сені қатты көргісі келді. Хи-хи-хи, папасының қызы ғой. Ой, сенің үстің шан-шан болып отыр ғой. Иә, бір мына жерде отыратын бір жері бар еді, сояққа отырып алыңдар. Күннің астында қалмай, барыңдар аяққа, демалып алыңдар аяққа, дайындап қойдық специально. Ал біз, Нубик, әрі қарай жұмыс жасайық. Ал кетті, мотивация пайда болды. Оба! Оба! Ай, анылдай өрмеш, аяқ құлағым. Кеш болды ма уже? Давай, родной, сал. Брат, кеш болды ғой, болған шығар, шаршап кеттім. Отбасымызға да көңіл бөліп қояйық та. Мама, тұрдың ба, Кевин? Мен тұлдым. Қайқа кеттіңдер? Біз папаға келдік па? Мама, көтесі мені. Папаларына барсаңдар жарияқта жүр ғой. Чотан, брат, демалатын болдық па? Сөйтейікші, мен кәдімгідей шаршадым. Папа, әкежан мені... Папа, мені жетіп ал, папа. Хлоя папаның мазасын алмасай жұмыстан шаршады ғой. Ештеме етпейді, жүгірей берсің. Менің әкесім ең келеме. Хлоя, тоқта. Кел, папаны кедергі жасама. Айтпақшы, Нубик, сендер квартирадан көшіп кеттіңдер ме не? Кстати, мен саған айтуға ұмытып кетіппін ғой. Сараның үйіне көшіп кеттік. Шамалы болсын, бастарың істейді екен, бұрыннан бері сөйту керек еді ғой. Сара не тамақ пісірді екен? Қазір көресіңдер ғой, сендер екеуің киімдерін дауыстырыңдар да жуынып алыңдар. Сендер жуынып болам дегенше тамақта дайын болып қалады. Үстіміз быт-шыт болып жатыр ғой, ема. Ваннаға аяқта, мына аяқта ма? Хлоя, не істеп жатсың папаның басында? Ой, мені көп қойды. Менің де жуынғым кепті. Онда папамен жуына берім, яқта тағы душ бар ма? Екі душовой бар ма, не базар жоқ? Ваннада жатың деп жатсың ба, қызым? Иә, мен жақсы көремін ғой. Сараның үйінде жақсы отырып, енді үйлеріне қайтатын уақыты келді. Жатайықшы, ема, шаршадым мен дейдің. Кевин балам, ұйықтай ғой. Мен де ұйықтайын. Ой, тағы да не болып қалды? Кевин, неге жылай бересің? Мананың аузы жабыла ма өзі? Лили, өтініш, мамана звондаш. Қазір звондаймын. Алло, мама, срочно келіңдерші. Кевиннің аузы жабылмай жатыр, жылап отыр кешеден бері. Әже келді. Менің немерем неге жылап отыр? Айтшы маған, кім ренжітті сені? Сенің папан мен маман жаман ба? Уайымдама, әжең келді сенімен бірге ойнайды. Достар, арнама жазылып осы видео. Лайк басып қойсай де.